Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер хабарды толығырақ білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Алматыда ауа жоқ. Қала көк түтіннің құрсауында қалған. Ауадағы адам денсаулығына зиян азот диоксидінің деңгейі шамамен 2,6 есеге артық дейді мамандар. Тұрғындар экологиялық ахуалға алаңдаулы. Қазгидромет Алматыдағы ауаның ластану деңгейі жоғары екенін бірнеше мәрте мәлімдеген болатын. Негізгі ластану РМ2,5 және РМ10 азот диоксиді, күкірт диоксиді, көміртегі оксидінің тоқтатылған бөлшектеріне байланысты. Қазір Алматыда 555 мыңнан астам көлік тіркелген. Сондай-ақ, күн сайын қалаға 230 мыңнан астам автомобиль кіріп шығады. Әрбір 5-ші көліктен шығатын зиянды қалдық мөлшері нормадан асып түседі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.